Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте керемет десерт жасайтын боламыз. Бұл десертті мен ешқандай, пешке пісірген жоқпын, немесе ашытып қойған жоқпын. Бұл десертті біз 4 ингредиенттен жасайтын боламыз. Жасалу жолы оңай, әрі тез жасалынады. Және де осы десерттің құрамы барлық ханымдардың үйлерінде болады. Ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі 3 штук банан. Банандарымызды мына видеода көрсетілгендей қылып турап шығамыз. Мінекей достар, банандарымызды турап болдық. Келесі кезекте блендерімізға печенье саламыз. Достар, үйлеріңізде қандай печенье бар, сол печеньені қолдана беріңіздер. Менде осындай печенье. Енді осы печеньемізді майдалауымыз қажет. Печеньемізді майдалап болған соң, осы печеньеміздің үстіне жаңағы кесілген банандарымызды саламыз. Сосын бананымыздың үстіне 300 грамм сгущенка қосамыз. Үйлеріңізде сгущенка жоқ болса, оның орнына шоколад ертіп қоссаңыздар да болады. Сгущенкадан кейін 3 ас қасық какао ұнтағын қосамыз. Сосын барып блендерлаймыз. Бізде осындай сұйық масса шығуы қажет. Келесі кезекте бізге осындай шұңқыр ыдыс керек. Осы ыдысымызға пищевой пленка төсейтін боламыз. Пищевой пленканы осы ыдысымыздың бүкіл жеріне төсеуіміз қажет. Енді осы ыдысымызға шоколадный массамызды құямыз. Қасықтың көмегімен тегістеп шығамыз. Шоколадный массамыздың бетін пищевой пленкамен жабамыз. Пищевой пленкамен бетін жауып болған соң, тоңазытқышқа 3 сағатқа қойып қоямыз. Немесе бір түн бойы тоңазытқышта тұрса да болады, ол өз қалауларыңызда. Мінекей біздің десертіміз тоңазытқыштан шықты. Шыққан соң, осы десертіміздің бетін ашып, тарелкамызға аударамыз. Достар, осы шоколадный десерттің толық құрамын мен видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден көріңіздер. Десертімізді тарелкаға аударып болған соң, пищевой пленкасын алып тастаймыз. Келесі кезекте осы шоколадный десертіміздің үстіне какао ұнтағын сеуіп шығамыз. Бұл өз қалауларыңызда. Осы десерттің үстін мен малинамен сәндедім. Үйлеріңізде қандай жеміс-жидек бар, сонымен сәндесеңіздер болады. Мінекей достар, біздің өте ерекше десертіміз дайын болды. Дәмі деген балмұздаққа ұқсайды. Бұл десертіміз өте тәтті болып шықты. Сондықтан осы десертті жеген кездеріңізде шаймен бірге ішіңіздер. Осындай күшті болып шығатын десертті міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің көп уақыттарыңызды алмайды. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.